Сәлем достар, бүгін мен сіздерге дәмді және де хрустящий болып шығатын вафлидің рецептін көрсетемін. Достар, лайк басып кетіңіздер. Оған керегі 4 жұмыртқа, қант, сары май және ұн. Ыдысымызға осылай қоймалжың болып ерітілген сары майымызды саламыз. Қатты сұйық болып кетпесін сары майларыңыз. Үстіне қантымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Қанты әбден ерігенше. Қанты ерігеннен кейін үстіне 4 жұмыртқамызды жарып саламыз. Және тағы да барлық массасы жақсы ерігенше осылай араластырамыз. Үстіне еріктен өткізілген ұнымызды саламыз. Міндетті түрде еріктен өткізіңіздер. Еріктен өткізгеннен кейін барлық ұндары бір массаға енгенше осылай араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін алдын ала қыздырылған вафлицамызға осылай кішкене май жағып, барлығын өстіп щеткамен жағып шығамыз. Біріншіге ғана жағасыздар өстіп майды. Осылай бір қасықтан салып, 1 минутта өстіп пістіріп аламыз. Мінекей. Алғаннан кейін бірден ораңыздар. Әйтпесе қатып оралынбай қалады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдейсіздер. Мен осылай трубочка түрін ұнатамын. Барлығын осылай трубочка қылып жасап шықтым. Рожок қылсаңыздар болады, басқаша. Міне достар, дайын болды. Өте әдемі, дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер менің рецептім бойынша. Менің каналыма подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.